Уоррен Баффет, Майкл Бьюри, Питер Тиль, Джордж Сорос. Қор нарығында жиі талқыланып аты аңызға айналған ойыншылардың қатарына енді Кэти Вуд пен оның әйгілі ARK Invest басқарушы компаниясын қосуға болады. Бүгінгі видеомызда біз Кэти Вудтың қорлары мен олардың нарықта неліктен шу шығарғанын талқылаймыз. Бұл жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Кэти Вуд қызық компанияларды таңдағысы келген, себебі ол индекстермен ғана жұмыс істегісі келмеген. Бірақ сол кезде өзі жұмыс істеп жүрген компания басшылығына Кэтидің бұл идеясы ұнамаған. Сондықтан ол бұл идеяны өз бетінше жүзеге асырмақ болады. Кэти Вуд 1981 жылы Оңтүстік Калифорния университетін үздік бітіріп, қаржы және экономика бакалавры дәрежесін алады. Артур Лафер оның профессорларының бірі болады. Ол ұсыныс экономикасының теориясын ойлап тапқан. Теория бойынша экономикалық өсімді салықтарды азайту және тыйымдарды алып тастау арқылы тиімді ынталандыруға болады. Кейіннен Лафер Кэти Вудтың басты жетекшісі болады. Оқуда жүргенде Wood Capital Group қорына тағылымдамадан өтуге барады. Жоғары оқу орнын бітірген соң ол Prudential Financial инвестициялық компаниясының еншілес ұйымы Janison Associates компаниясында жұмыс істей бастайды. Онда 18 жыл жұмыс істейді. Бағалы қағаздар нарығының талдаушысы ретінде Вуд сымсыз байланыс компанияларымен жұмыс істейді. Осы қызметі арқасында ол әлемде экономикалық және әлеуметтік өзгерістер болып жатқанын байқайды. Өйткені дәл сол кезде халықтың көбінде ұялы телефондар пайда бола бастайды. 2001 жылы Wood Alliance Bernstein инвестициялық компаниясына ауысып, инвестициялар жөніндегі директор қызметіне келіп, $5 миллиард ақшаны басқарады. Шамамен 10 жылдан кейін Wood басшылыққа инновациялық компаниялардың акциялары кіретін биржалық қорлар ETF құруды ұсынады. Бірақ Alliance Bernsteinде бұл идея жүзеге асырылмады. 2008 жылғы дағдарыстан кейін мұндай ETF S&P 500 кірісінен төмен болады. Сондықтан инвесторлар бұл ретте индекс қорларына инвестиция салуды жөн көрген. Дегенмен Вуд өз идеясын жүзеге асыруға тырысады. Нәтижесінде 57 жасында ол тәуекелге бел буып, өз ісін ашу үшін Alliance Bernstein компаниясынан кетіп, 14 жылы ARK Invest'ті құрады. Жаңа инвестициялық компанияға өз жинағынан $5 миллион аса қаражат салады. Кэти Вудқа шығынға батпай аяғынан тік тұруға 3 жыл уақыт қажет болады. Нарықта Вуд өзінің болжамдарымен танымал. 2018 жылы Tesla басшысы Илон Маск өзінің компаниясы биржадан шығуы мүмкін деп мәлімдеген еді. Осы кезде ARK Invest негізін қалаушы Теслаға хат жібереді. Хатында ол оның компанияны қайтадан жекеменшік етпеуге сендіреді. Вуд 2023 жылға қарай Tesla акцияларының бағасы $4,000 жетеді деп сенді. Нәтижесінде директорлар кеңесі компанияны жекеменшікке бермеу туралы шешім қабылдайды. Ал Вудтың болжамы мерзімінен бұрын, яғни 2021 жылы орындалады. Тесладан басқа Вуд криптовалютаға да сенген еді. CNBC басылымына берген сұхбатында ол ARK Invest криптоны тікелей иелене алмайтынын, бірақ компания бұл жағдайдан шығудың жолын тапқанын айтты. Bitcoin Investment Trust қорының акцияларын сатып алды. Қор биткоиндерге инвестициялайды. Бұл жағдай 2015 жылы болған еді. Ал ол кезде биткоин $250 аз болатын. ARK Invest компанияларының қандай артықшылықтары бар? Бүгінде ARK Invest $60 миллиард активтерді басқарады және айналымы $5,6 триллион болатын биржалық қорлардың 7-ші ірі эмитенті болып саналады. Өткен жылдың ақпан айында инвестициялық компания ETF активтерін $3,6 миллиард басқарған еді. Wood ARK Invest компаниясын мықты инновацияларға инвестиция салу үшін құрды. Дәстүрлі инвесторлар индекстер мен пассив стратегиялар арқылы сақтандырылса да, ARK бұл әрекеттерді нәтижесіз деп санайды. Бүгінде әлемдік экономика ірі технологиялық трансформацияны өткеріп жатыр. Инвестициялық компаниядағылардың айтуынша бұған генетика, жасанды интеллект, робототехника, блокчейн және энергия жинақтау сияқты жаңа технологиялар септігін тигізеді. ARK Invest компаниясына қандай қорлар кіреді? ARK Invest компаниясының құрамына 7 ETF кіреді. Олардың 5-еуін оның менеджерлері басқарады. ARK Innovation ETF қор озық технологиялармен, яғни жасанды интеллект, қаржы технологиясы, генетика, автономды автомобильдер, робототехника және үш өлшемді басып шығарумен айналысатын компанияларға инвестициялайды. Бұлардың қатарында Spotify, Nintendo, Palantir, Unity Software кіреді. ARK Genomic Revolution ETF қор ДНК-ны зерттеумен, гендік ақауларды емдеумен, гендік өңдеумен және молекулалық диагностикамен, ауруларды анықтау үшін ДНК, ақуыздар мен ағзадағы әртүрлі молекулаларды зерттеумен байланысы бар компаниялардың акцияларынан тұрады. Оған AbbVie, Schrödinger, Vertex Pharmaceuticals акциялары кіреді. ARK Next Generation Internet ETF
Қағаздарды таңдау кезінде қор блокчейн технологиясы, бұлтты есептеулер, мобильді төлемдер, цифрлық бақ сияқты салаларға назар аударады. Мұнда сіз Square, PayPal, Tesla, Netflix, Zoom акцияларын таба аласыз. ARK Fintech Innovation ETF қор қаржы өнімдері мен қызметтерінің қолжетімділігін арттыратын сандық әмияндармен, кредиттермен, мобильді төлемдермен және электронды коммерциямен айналысатын қаржы технологиялары компанияларына инвестиция салады. Онда да Square және PayPal қағаздары бар. Сондай-ақ Tencent, Apple, Amazon сияқты акциялар бар. ARK Autonomous Technologies and Robotics ETF болған роботтарды, ұшқышсыз машиналар жасайтын, 3D басып шығарумен айналысатын және қызмет түрі ретінде көлік ұсынатын компаниялардың акциялары кіреді. Сондай-ақ ARK Space Exploration and Innovation ETF. Қордың алғашқы 5 күнінде инвесторлар $536,2 миллион инвестициялаған. Қазір компания техсектордың кесірінен қиын кезеңдерді бастан кешіп жатыр. ARK Тесланың Coinbase'ге ауыстырып, жақында Virgin Galactic'тен де кетті. Жалпы инвесторлардың қымбат технологиялық компаниялардан кетуі компанияға теріс әсер етеді. Ал мамыр айында инвесторлар негізі қордан $500 миллион аса қаражат шығарды. Сол себепті де дәл қазір компанияның болашағы қандай болатыны түсініксіз. Кэти Вудтың барлық идеясы жүзеге асырылмаса да, ол нарықты басып ала алды. Ал сіздер ARK Invest компаниясы туралы не ойлайсыздар және тағы қандай компанияларды талқылағыңыз келеді? Бұл туралы пікірлерде жазып кетіңіздер. Бүгінге осы. Біздің әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сілтемелердің барлығы сипаттамада. Көріскенше.